Түркістан облысы Жетісай қаласындағы Тұран мектеп гимназиясының жаңа ғимараты жаңа заманауи үлгіде ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай пайдалануға берілген. Бүгінде аталмыш білім ордасында оқушыларға 100-ден астам мұғалім сабақ береді. Мектеп басшысы Хадиша Қожбанованың айтуынша, мектеп оқушылардың тәлім-тәрбие алуына барлық жағдай жасалған. Бүгінгі таңда мектепте 42 класс комплектіміз бар. Онда тәлім-тәрбие алып атқан 905 оқушымыз бар. Жалпы ұстаздар саны 119 ұстазымыз еңбек етіп келеді. Соның ішінде 3 шебер ұстазымыз, 43 педагог зерттеуші ұстаз, 43 сарапшы педагог ұстаз және 27 модератор ұстаздарымыз тәлім-тәрбие білім беріп келуде. Мектеп техникалық базамен жоғары деңгейде қамтылған. Бізде 1 мультимедиа кабинет, 2 информатика кабинет, 2 биология кабинеті, 2 физика кабинеті, 2 химия кабинеті және ағылшын, орыс тілі кабинеттері толық жабдықтармен жабдықталған. Сонымен қоса, мынау бүгінгі таңдағы қыз бала тәрбиесіне арнайы шеберхана кабинеттері менен жабдықталған. Онда қыздар кулинариялық кабинет арнайы жабдығымен жабдықталған және тігіс машиналарымен жабдықталған шеберхана кабинеттеріміз бар. Ал ұлдарға арнайы ұлдар шеберханасы жаңадан жабдықталған кабинетпенен өзінің жабдықтарымен толық жабдықталған бір кабинетіміз бар. Білім мекемесінің оқушылары республикалық, халықаралық пән олимпиадалары мен өзге де байқаулардың жеңімпаздары. Сонымен қатар оқушылар ұлттық бірыңғай тестілеуде жоғары көрсеткіштерге ие.
Мектептің құрылыс монтаж жұмыстарын Асат құрылыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүргізді. Құны 1 миллиард 237 миллион теңгені құрайды. Құрылыс жұмыстары 2019 жылы басталған болатын. Нысан ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы аясында пайдалануға беріліп отыр. 1200 орындыққа лайықталған. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы мерекесінің қарсаңында осындай ауданымызда пайдалануға берілетін көптеген нысандар бұл 2-3 күн болды ашылып жатыр. Соның біреуі осы ашылғалы отырған ғимарат. Бұл 1200 балаға арналған, оқушыға арналған мектеп. Құрылысы бірнеше жылдан бері жүзеге асырылып келе жатыр. Енді бұл мерекенің алдында халыққа пайдалануға берілгелі отыр. Салтанатты лента қию рәсімінен кейін қонақтар мектепті аралап көрді, сынып бөлмелері мен ондағы оқу құралдарымен танысты. Стандартқа сай салынған спорт залындағы волейбол, баскетбол, үстел теннисі және футбол сынды спорт түрлері бойынша оқушыларға барынша жағдай жасалған. Мектептің орындағы мектеп бұзылып кеткен еді. Негізі жалпы 1200 орынды мектеп, жаңа көргендеріңізде бәрі бітіп отыр. Енді келесі апта мейрамнан кейін Жылсу ауыл округі Бақоныс елді мекенінде бір 300 орындық мектебіміз бар, олар да бітіп тұр. Осы мейрамнан кейін тапсырамыз. Одан кейін атамекеннің орталығында да 300 орындық мектеп бітіп тұр. Онда осы мейрамнан кейін тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мейрамынан кейін жаңа жылдың қарсаңында оларды да тапсырамыз. Олар да қазір толық біту үстінде. 1200 орындық мектепті тоқ ас жетіген жауапкершілігі шектеулі серіктестігі салды. Ал анау жаңа Жылсудың Бақонысындағы 300 орындық пен атамекен ауыл округінің орталығындағы 300 орындық мектепті өмірзақ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі салды. Мектепте физика, химия, информатика кабинеттері, мультимедиялық және лингофонды кабинеттер соңғы үлгідегі технологиялармен жабдықталған. Мектеп оқушыларының сапалы білім алуына барлық жағдай жасалған. Мұнда спорт залы, зертхана кабинеттері мен тігін шеберханасы да бар. Жаңа білім ғимаратының ашылғанына қуанған жетісайлықтар мемлекетке және осы игілік іске күш жұмсаған барлық сала мамандарына өз алғыстарын білдірді. Бұйыртса жергілікті оқушылар қысқы демалыстан соң оқуын осы жаңа мектепте жалғастырмақ. Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі өрлеу, біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамы, Түркістан облысы және Шымкент қаласы бойынша кәсіби даму институты филиалының психология, инклюзивті білім беру және кәсіби даму кафедрасының аға оқытушысы Төкеев Бертай Есмахан ұлының жетекшілігімен Жетісай ауданы Жетісай қаласындағы нөмірі 7 Тұран мектеп-гимназия коммуналдық мемлекеттік мекемесінде 2022 жылдың 1 тамызы мен 12 тамыз аралығында музыка пәні мұғалімінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту тақырыбындағы біліктілікті арттыру курсы жоғары деңгейде сапалы түрде өткізілді. Кеуделерде арман отын маздатқан, ұстаздарымыз қамқоршысы қоғамнан. Кеуделерде арман отын маздатқан, ұстаздарымыз қамқоршысы қоғамнан. Ұстаздарымыз ақ жүректі ұлықпыз, ибалымыз, имандымыз тұнықпыз. Әр күніміз өткен емес қызықсыз, ел баласын қастерлеген халықпыз. Ұстаздарымыз жаңылыққан адамның, ұстаздар біз айнасымыз заманның. Кеуделерде арман отын маздатқан, ұстаздарымыз қамқоршысы қоғамнан. Кеуделерде арман отын маздатқан, ұстаздарымыз қамқоршысы қоғамдан. Ұстаздарымыз жаңылыққан адамның, ұстаздар біз айнасымыз заманның. Кеуделерде арман отын маздатқан, ұстаздарымыз қамқоршысы қоғамдан. Кеуделерде арман отын маздатқан, ұстаздарымыз қамқоршысы қоғамдан.